Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2020 жылғы жолдауында аңсаған сәби бағдарламасын жариялап, экстракорпоралдық ұрықтандыруға квота санын 7 есеге көбейтіп, 7 мыңға жеткізуді тапсырған. Бүгінде еліміздің 9 өңірінде 19 медициналық ұйым экстракорпоралдық ұрықтандыру қызметін ұсынады. Армысыздар, құрметті көрермендер, сіздермен бірге аңсаған сәби бағдарламасы және мен Аяулым Берікболқызы. Бүгін сіздермен эконың алдындағы күйзеліс және ерлер тарапынан қолдау туралы тақырыпты қозғайтын боламыз. Ажырасамыз деген сөзді айтпа, болса болады, терпение, Алла бір күні береді бізге деді. Бір орында тұрған жоқ, психология енді 30 жыл бұрынғы мен қазіргіні салыстыру мүмкін емес. Қазіргі таңда жастардың Қазақстанда ажырасу бойынша Қазақстан бірінші бестікке кіреді әлем бойынша. Ең бірінші ажырасудың себебі ол бала көтере алмау. Ең әуелі сіздерді біздің бағдарламамызға келіп отырған қонақтармен таныстырып өтейін. Білікті психолог маманы Назгүл Рүстемқызы, қош келдіңіз. Және менің емделушім Баян өзінің жолдасымен және Айкөміс деген қызымыз қонаққа келіп отыр. Қош келдіңіздер. Саламатсыз. Мейірлан Қарин мен Баян Жарылғасова. Отау құрып балалы болғаннан соң 16 жылдан кейін экстракорпоралдық ұрықтандыру арқылы екінші сәбиге қол жеткізген отбасы. Бүгінде Айкөміс есімді қыз сүйіп отыр. Бүгін сіздермен бірге осындай бір өзекті тақырыпты қозғайық деп отырмыз. Эконың алдындағы күйзеліс және ерлер тарапынан қандай қолдау көрсетеді өзінің жұбайына, Сол жөнінде Баян ханым айтып өтсеңіз. Рахмет Аяулым ханым, бірінші мен сізге өз рахметін білдірейін. Көп рахмет сізге қазір бәрі. Мінекей алғыстарын білдіріп жатыр. Кішкентай бүлдіршіндермен келіп, аңсаған сәби бағдарламасының алғашқы мүмкіндігінен мінекей әп-әдемі қызымыз өсіп келе жатыр. Өте қуаныштымын, сіздерді бүгін көріп отырмын. Енді 10 жыл бойы былай мен емделдім. Менде 2 трубада жаңағы медицина тілімен гидросалпингс дейді ғой, достар оны. Жатық бітелу болды. Сондай болды. Мен өзім емдеп алам деп неше түрлі жолдарын қарастырып, емделіп, біраз уақыт жоғалтып алдым негізі. Табиғи жолмен көрем деп? Табиғи жолмен. Негізі басында басқа клиникаға барған кезінде маған 2 трубаны да алдыру керек деді. Мен жоқ, емдеп алам деп, өзім емдеймін деп, жаңағы физиотерапия, былай жолдар, массаж, неше түрлі жолдарын көрдім. Болған жоқ. Енді содан кейін енді жолдасым айттым, экоға мүмкін барамыз деп. Сіздерге экоға баруды кім ұсынды алғаш рет? Гинекологыңыз ба, жолдастарыңыз ба, туысқандарыңыз ба, қалай келіп қалдыңыздар? Экоға негізі ешкім айтқан жоқ. Мен өзім ойландым. Енді бару керек шығар, себебі уақыт ұзақ бізде өтіп кетті. 16 жыл енді аз емес қой. Жолдасыма айтсам, кейде жолдасым Алла берсе береді, бермесе енді көреміз, осылай болу керек болған шығар. Мүмкін қызымыз бар, үлкен қызымыз қазір енді 17-те. Қызымыз бар деп мен енді маған басу айтады да, мен айтам, мүмкін сен екі жаққа кетеміз, сен енді. Яғни ажырасуға дейін баруды ойластырдыңыздар ғой. Сондай ой болды, иә? Мен ойладым, бірақ жолдасым шыны керек. Шынын айтқанда ешқашан неғылған емес. Алла берсе береді, қолдады, ешқандай да неғылған жоқ, қарсы болған жоқ. Ажырасамыз деген сөзді айтпа, болса болады, терпение, Алла бір күні береді бізге деді. Үміт үзбе деді ғой. Үміт үзген жоқ бізге. Содан ойланып, менде болмайды. Менде жатыр түтікшелері уже жарамсыз болғаннан кейін мен эконы қарай бастадым, уже ойыма салып. Содан клиникаларды қарадым, 1-2 клиникаға негізі бардым. Бірақ экоға дейін әңгіме жеткен жоқ бізде. Болады деді ма, өзіңіз көтересіз деді ма? Үміт бар деді, трубаны
біреуін алып біреуін қалдырамыз деген сондай әңгімелер болды. 2-3 рет менде лапароскопия болды. Операция, иә. Бір трубаны ито қалдырып қойдым мен. Оны тағы да физиотерапиямен емдедім, өзім көтердім. Білмеймін, экодан неге қорқып жүргенімді ше. Содан енді кішкене жат көрінген шығар. Иә. Эко деген енді қазір екінің бірі емдеушілер кішкене түсінбейтін де болады ғой жағдайлар. Сондай болды менде де. Андай түсінбей басқа емі болатын шығар. Балгерлерге де барған шығарсыз мүмкін 16 жылда енді. Шыны керек қой енді. Біраз нелерді де араладық. Ондай да болды. Қазақи еммен де көрдік қой енді. Біраз. Көбінесе сөйтіп ем алып жүріп уақыт созып алады ғой. 16 жыл деген көп айтылады ғой. Солай уақыт созып кететкен білмей қалдық қалай өткен негізінде. Емделесің, енді 6 ай уақыт береді, 6 айдың ішінде көтеріп қаласың. Не болмаса экоға барыңыз қайтадан, сөйтіп жүргенде уже біраз уақыт өткіздік. Содан 2 рет лапароскопия болып, сосын 2 трубада кетті. Сосын сіз жаңа эко жасаймыз дедік қой, мен квота жайында айтайық. Квотаға 2020-да тапсырып, бір айда келді квота. Аңсаған сәби бағдарламасына сіз жолдама алдыңыз. Аңсаған сәби жолдама. Тегін эко жасатуға бізден жолдама алып, емханаңызға өткіздіңіз. Кезек бір айда келді ма? Бір айда келді. Көбісі, мен де сол кезде ойладым, 4-5 жылда келеді деп квота. Жарайды, енді 10 жылымыз өтті ғой. Тағы да күтеріміз дедім де, тапсырып қоя берейін дедім. 21 жылдан бастап 7 есе санын көбейтіп, 1000-нан 7000-ға санын көбейтті ғой. 7 есе көбейді. Содан кезектер тез келе бастадық пациенттердің. Мен өзім таңғалдым, бір айда келді ғой. Бір айда келді, поликлиникаға өткіздім, одан да бір айда келді. Содан біз уже бастап кеттік қой. Апрель айында. Эконың сонда алғашқы мүмкіндігінен біздің қазір Айкүміс есімді қызымыз дүниеге келіп отыр. Міне қазір бірінші мүмкіндігінен 11 айға толып отыр. Қандай сезімдесіз қазір? Қазір ма? Айтып жеткізу, енді айтып жеткізу мүмкін емес. Мүмкін емес. Бақыт, білмеймін, қылықтарына тоймаймыз. Тәп-тәтті. Папасының қызы шығар. Папасының копиясы ғой. Тәп-тәтті папасы. Папасының қызы. Тұра салып папасын іздейді. Жұмысқа кетіп бара жатса да папасын іздейді. Назгүл Рүстем қызы, сіз айтсаңыз, осындай жанұялар сізге жиі келіп тұра ма? Жиі келеді, иә. Мысалы, бедеулікпен, күйзеліске түсіп, сәби сүйе алмай жүрміз, ажырасуға дейін баратын шығармыз деп келе ма сізге осындай үлкен бір проблемасымен? Бәрі бірдей деп айта алмаймын. Өйткені арасында негізі өздеріне де қуаттап, солай күш беріп, рух беріп айтып қоямын. Өйткені жартысынан көбі шынымен қолдау бар. Жан-жарлармен енді 10 жыл деген оңай емес, 8 жыл, 15 жыл, 20 жыл бала көтере алмай жүргендер келеді. Енді шаңырақтары шайқалып әлгі неткенмен бәрібір қол ұстасып бірге сол шешімге келіп, эко арқылы қанша сатысы бар оның бәрінен жеңіп өтуге тырысып жетіп жүргендер де болады. Бірақ арасында сол ажырасуға дейін баратында семьялар бар ғой. Барғандар бар, ондай да жағдайлар кездесіп жатады. Себебі енді өмір болғаннан кейін қиыншылыққа кейбір ерлі зайыптылар төзімсіз болып келеді. Ондай проблеманы қалай шешуге тырысасыз? Қандай кеңес бересіз? Бұл жерде әркімнің енді жеке кеңес, жеке қабылдау өткіземіз. Кейде жұпмен келеді, ерлі зайыптылар сөйтіп жазылып келіп жатады. Сол жерде сол жеке әңгіме кезінде талқылау арқылы, анықтау арқылы диагностикамыз бар, әртүрлі тест бар. Сондай арқылы күйзеліске түсірмейтін сондай бір амалдарыңыз бар ма? Күйзеліске түсірмейтін сондай бір амалдарыңыз бар ма? Әрине, ол енді қабылдауыңызда жеке жүргізесіз. Әртүрлі әдістемелер бар. Қазіргі заманда неше түрлі бағытта дамып жатыр оның бәрі. Бір орында тұрған жоқ. Психология енді 30 жыл бұрынғымен қазіргіні салыстыру мүмкін емес. Әркімнің өзіне сай, өзінің проблемасын енді соған соның шешімін тезірек табуға болатын өзінің шешімі болады. Соны бірге отырып қарастырамыз да, жолын тауып жұмыс істейміз. Оң нәтиже беріп келе ма қазіргі таңда? Сіздің кеңесіңіз қалай жүріп жатыр? Пайдасы қаншалықты қазір актуальды болып тұр?
Бұл өте өзекті, шынымен. Былай ғой, енді тренингке келеді, мысалы, моншақты әйел отырады. Ең бірінші келгенде сол көздерінде мұң бар, қайғы бар. Ан жерде бір пачка салфеткамыз кетуі мүмкін, кейде жылайды да, ан жерде бір-біріне қолдау беріп жатады. Біреу әңгімесін тыңдап отырып, басқалар жылап отырады. Енді сондай бір өмірлерінен, енді бастарынан кешкен қиындықтарды айтады ғой. Сол жерде ортаға сап бөліскенде кәдімгідей жеңілдейді. Сосын мен айтайын дегенім, сол бірінші келген әйелдердің көзінде сондай мұң тұрады ғой. Келесі тренингке жеңілдеп, кішкене бір көздері андай бір өмір пайда болады, бір үміт ұшқыны пайда болады, сондай күлімсіреп отырады. Бірінші тренингте жылап өтсе, мысалы, келесінде бір апта ішінде кәдімгідей өзгеріс болады. Қанша курс өткізесіз? Енді ол, мысалы, бедеулікпен келді сізге. Қанша ем жүргізу керек сіздің тарапыңыздан, психолог маман ретінде? Әркімдікі әрқалай болады, өйткені адамның проблеманы жеңу, стресстен шығу мүмкіндігі де әртүрлі ғой. Ол өте сондай жеке қарастырылатын нәрсе. Сол, былай жалпы енді тренингке қатысып жүргенде кәдімгідей тек қана осы саласында емес өмірінің басқа жағынан да оң өзгерістер байқалып жатады. Ол өздері ашықтан айтып отырады, мысалға жұмысында қарым-қатынастар өзгереді. Тек қана осы тақырып емес, өмірінің басқа салаларына да әсер етіп жатады. Себебі бедеулік деген бір күнде пайда болған жоқ қой. Мысалы, күйзеліс, ол мүмкін кішкентай кезінен басталды ма, жоқ жасөспірім, семьясында мүмкін қандай да бір көбісі балалық шақтан келе жатқан проблема болады. Мүмкін соны жасырып келе ме, ішкі дүниесін сізге сонда бәрін айтып, кішкене жеңілдеп қалады ғой сонда. Кәдімгідей жеңілдейді, Школа экстракорпорального оплодотворения работает для пациенток с проблемами бесплодия, впервые обратившихся за ЭКО. Бесплатный информационно-образовательный курс, предлагаемый перед поступлением на прием к репродуктологу, дает возможность получить достоверную информацию. Лекции позволяют пациенткам психологически подготовиться к дальнейшим этапам преодоления бесплодия. Лекция длится 1,5 часа. Мейірлан мырза, сіз өзіңіздің жұбайыңызға қандай қолдау көрсеттіңіз? Қалай қолдау көрсете алалдыңыз сіз? Себебі көптеген ерлер енді қолдау көрсетпеуі де мүмкін ғой? Енді? 1 жыл емес, 16 жыл күткен екенсіз, мынандай ханшайымды. Негізі сабырлық қой керегі. Сабырлықтың көбі ол ер адамда болатын сабырлық. Сабырлық түбі сары алтын деңіз сонда, Қазіргі таңда жастардың Қазақстанда ажырасу бойынша Қазақстан бірінші бестікке кіреді әлем бойынша. Ең бірінші ажырасуды себебі ол бала көтере алмау. Сәл нәрсеге шыдай алмайды, жаңағыдай ажырасып кетеді, солмен кетеді екі жаққа. Қазақстан, міне сіздің сөзіңізді бөлейін. Қазақстан елінде статистика бойынша әр 6-шы жанұя ажырасуға дейін барады екен. Осы сәби сүйе алмағандықтан. Сол сіз айтқаныңыз рас. Бұл жерде енді жолдасым жаңа айтты, әлеуметтік желілерден көрді, өзі қарады, барам деді. Енді бұл жерде көп адам қазақшылыққа салады, басқаға салады, артқа тартады. Енді мен жаңа жолдасым айтып отқанда, болса болады, болмаса болмайды дедім, болды. Ол жерде енді ер адам қанша жерден де не болғанмен келді, ол жерде көп нәрсе қаражатқа келтіріледі жаңағыдай. Одан кейін жаңағы үйдегі атмосфера, жағдайға, ауа райына да келеді. Одан кейін жаңағы әйел адамға енді бізге еркектерге былай айтқанда түк те емес қой, ол әйел адам жаңа эко жасатқаннан кейін көтере ме, көтермей ме, ол бізге келіп кетер жоқ, біз ер адамбыз да, себебі оның барлығының жаңағы ауыртпашылығын толық сезінетін ол әйел адамда жаңағы болса да, болмаса да, жаңағы болса 9 ай 9 күн көтереді, одан кейін тағы да 1 жыл ұстайды, болмаса да жаңағы қиындығы әйел адамға тиеді. Бұл жерде ер адамға оңай емес. Сол үшін ер адам енді бұл жерде әйел адамға жақсы қолдау беру керек. Бірден ажырасуға бармай деңіз. Андай ғой, қалай айтсам болады, әйел адам қисық қабырға ғой, не дегенмен. Соны каждый нәрсесін айта беретін болсаң, көне беретін болсаң, айтына келісе беретін болсаң, ол болмайды да. Өзіңнің айтқанды жаңағыдай қалай айтсам болса, өз айтқанды, мен айтқанды істе деп айта бермеу керек.
әйел адам істеймін деді, істеді, болды. Енді жаңағыдай экомен бала көтерді. Енді басында өтірік беріп, қорқушылық болды менде, эко деген енді. Қорқыныш сезім болды, кішкене сенбеген шығарсыз мүмкін, иә? Сенбеуден бөлек андай ғой, кішкене, қалай айтсам болады. Инкубатордан туылған бала сақты болып қала ма деп, жаңа аурушаң бола ма деп. Болашағы бола ма, болмай ма деп, иә? Осы қорқыныш көбісінде болады. Назгүл ханым, сіз не ойлайсыз осы жайында? Енді біз онымен жұмыс істейміз. Қорқыныш сезімін қалай басуға болады? Қалай сендіруге болады? Кез келген қорқыныштың түзілу жолын білетін болсақ, механизмін деді, ол неден туады? Ақпарат жоқтықтан туады. Дұрыс айтасыз. Сондықтан ең бірінші мен бізде тамаша сабақтар жүреді ғой. Школа эко дейді, орысшасы, қазақшасы. Эко мектебін жүргіземіз. Керемет дәрігерлер жүргізеді. Ең бірінші сонда қорқыныштарым бар деп айтса, мен ең сол сабаққа жіберемін, сабаққа барыңыздар, сол жақтағы бүкіл керек жоқ ақпараттың бәрін орнын толтырғанда, бар қорқыныш кетпесе, ары қарай мен кірісемін жұмысқа, психолог. Яғни ақпараты болмаған, өзінің білімі кішкене жетіспеген ерлі-зайыптыларда қорқыныш болады, иә? Сонда ол эко бағдарламасын жат ретінде қабылдауы мүмкін. Солай ғой? Иә, олар бір бала табиғи жолмен туған баладан бір ерекшелігі болатын сияқты, дұрыс емес болатын сияқты, сондайды көп айтады да, бір жері дұрыс болмай қала ма, ол қалай дамиды, ол қалай сана сезімі қандай болады ол баланың деп, сондай қарайды. Баян ханым, қазіргі таңда қалай өзгеріс бар ма? Өзіңіздің алғашқы сәбиіңізбен? Жоқ, мүлде өзгеріс жоқ. Менде де жаңа сіз айтпақшы, турасындай қорқыныш болған, одан кейін жаңағы желілерден қарайсың ғой, оқисың, бәрін қарап, оқып. Бұл жерде анау айтқан ештеңе жоқ қой. Керісінше алады да, дайындап сап береді. Ақылды болатын шығар қазір. Өте ақылды. Активті. Басқа балалардан кем болып тұрған жоқ қой, артық болмаса. Дұрыс па? Табиғи жолмен туылған баладан ешқандай айырмашылығы жоқ деп айтамыз. Болашағы әрине болады. Ешқандай бедеулік болмайды дейміз бұндай балаларды. Әп-әдемі сөп-сүйкімді бүлдіршіндеріміздің дүниеге келуіне керісінше ұмтылу керек. Ондай жат қауесетке дейміз ғой, сене бермеу керек. Тек қана дәлелденген ақпаратқа ғана сеніп, және де үлкен сондай сеніммен келген екен. Баян ханым, қызымызбен сыртқа шығып келсеңіз болады. Кішкене ойнатып, кішкене мазастырып отыр екен. Назгүл Рүстем қызы, сіздің ойыңызды білгім келіп отыр қазіргі таңда. Эко бағдарламасынан оң нәтиже алу үшін ең бастысы сенім болу керек па пациенттердің тарапынан? Жоқ, сенім білдірмесе де оң нәтижеге жетуге бола ма? Қалай ойлайсыз? Психологиялық жағынан. Негізі сенім деген ең біріншісі сол. Сенім, үміт, ниет. Сосын мектепке қатысты деп жатырмыз бәріне, білім. Ең бастысы сол, жетік білу керекті. Бұл қандай әдіс, бүкіл кезеңдерін жақсы білсе, сонда өйткені білесіз ғой, дайындайды, сосын подсадкасы болады, өзінің бірнеше сатысы бар. Өзінің кезеңдері болады. Әр кезеңінде бір қорқыныш. Ол ұрығы бекіп, дамып атқанда тағы бір қорқыныштар байда бола бастайды. Қалай дамиды дегенде бала босанғанша баланы сол әйелдерде. Эко бітіп, 10 тестке дейін айтыңызшы, сол 3-4 аптаның ішінде үлкен бір күйзеліске түседі. Әр пациент солай ғой. Енді оның жасыратыны жоқ, себебі келген әр пациентке бізде дәрігер тарапынан үміт сыйлаймыз ғой. Қорықпаңыз, үмітіңізді үзбеңіз, сәбилі боласыз, тест оң нәтижемен бізге келіңіз, біз сізді күтеміз. Немесе керемет сондай бір сөз бар, подсадкадан кейін, яғни эмбрионды жатыр қуысына тасымалдағаннан кейін, біз әр пациентімізге айтамыз, сіз жүктісіз. Сондай керемет осы сөз маған өте өзіме жақында. Сіз жүктісіз деген кезде ол сол ақпаратты өзіне қабылдап алады. Әрине, болды, жүкті екенмін деп сезініп, сеніп қалады. Мен айтқаныма мысалы, одан кейін оң нәтижемен келгеннен кейін, сіз есіңізде бар ма? Сіз маған солай айтып едіңіз ғой. Сіз мені жүкті болатынымды қайдан білдіңіз деп сұрап жатады. Біз айтамыз, біз тек қана сіздерге үмітті сыйлап қана емес, оң нәтижеге, жеңіске жететініңізге сондай үлкен сенімді сыйлау. Яғни, осы
осы тактикамыз дұрыс па? Дұрыс. Жиі айтылады тренингте. Осы сіздің есіміңіз ең көп еститінім сіздің есіміңіз. Яғни менің емделушілерім жиі келеді ғой сізге. Көп айтады, осылай бізге сенім ұялатып, үміт шырағын жағып бер жүрегімізде деп көп естимін сіздің есіміңізді. Сондықтан тактикаңыз да бәрі дұрыс. Оны емделушілер де сезеді ғой. Иә, әрине. Әңгімеміз қызықты болып жатыр, бірақ уақытымыз өз мәресіне жетті. Келесі бағдарламада осы тақырыпты жалғастырамыз. Кездескенше сау болыңыздар.